Казахи батл. Раунд 3. Станер. Каракеси. Мені ұтуға еңбек керек, терлеу керек, көптер керек, терлеу керек. Кім теңгілі, тірлемей мені жеңгің біле ма? Сосын ғана бастарыңа жазылар өрлеу деген. Мені менсінбей жасап қоя қойма, оның ақыры өлу деген. Шоқан саламал братан, кәдімгіден мені танымадың ба? Әлде өтірігін қаулық па братан? Керек емес менсу, шоқан қатаңа ұстап қой менсуды шынайы. Бетпердеңді шеш жапса алмайсың сен клей менен суды. Жіберем сен таласан деген ән болмаған екен. Ей топас, біріне құрмет алсаған шек шоқан фас. Міне мұна мен дайдадым, суықтаған мәзірге қара алдыңда. Мәзір бойынша болады, жетінің естен таң қалдың бір шоқан братан. Ау, білем братан, менсінбей жасайсың ана бифіңде да. Типа западломаны битің еді. Абайла бүгін текстеймін бетіңді да. Шоқан ренжіме маған солай. Құлағыңды ұрайын, қисық парандай болған браво фияттың. Сен жүрген рэп жолында қалған ба іздері тек тұяқты. Мұнда болғаның ұятты деп ойламадың ба ұятты. Сен братан шындығында ұят қо, бірақ саған бәрібір о ұят жоқ. Сені бақыты мына батылда мемлекеті парад қуала. Және мені отқың келсе братан микрофоныңды дуала. Иманыңды үйірі бірден іске көшімен. Міне сенен өшім ба мен көпшілік орта бұл күшім беттен. Шоқан сенің оқым өнеріңе мен өз қосқан. Сенің ана қатыныңа мен сені қосқан. Рэп өлемінде кім сені көтерген рахмет айт сен соларға қасқау. Сен мұнда қара бұл дегенің қара келсек дәрі десем қателеспен. Сені бүгін ойлағаны бола қоймас, бара берсең онда бара берсей. Біле менсінбей жасайсың ана бифіңде да. Типа запат қайырма. Мұнда фаворитім батылдың байқа братан. Сен кімге атылдың не братан? Біле бал және бәрі білсін нақты беде шыққан батырмын. Тілдейін ұлтамар, қаракесі қарсыласты улағанға қомар. Сенің бойыңда қалады міне саған бой тұмар. Міне осындай тауар кететін бәрін қопарар. Осындай тауар кететін бәрін қопарым. Сенің не айтатыныңды мен білем. Сенің дәрежең төмен, осылай ма? Дәрежеңді сенімен қосып көмем. Жай түстіме сенің төбеңнен. Сенің не айтатыныңды мен білем. Сенің дәрежең төмен, осылай ма? Дәрежеңді сенімен қосып көмем. Жай түстіме сенің төбеңнен. Ұшырдың төбесін сол баяғы тобыңның. Қазақ рэпте өліктер MC-лері қорынның. Жағаласпа менімен, жағаласпа дегеннен. Менімен жарысқандардың істемейді мен үшін бастарымен. Менде рэп бар, менде бәрі бар, менде бет бар. Қарауға елдің бетіне ал, сенде ол да жоқ. Масқара болған шоқа деген атыңға. Сен бір тастап қоя қой, атың өшсе атылып қал. Я сен ардагер аттағының басы. Ойнама жас емселермен жағаласқан қатардан қалсын. Қаракесі кегенмен ал мына қазақша рэп әлемінде ал. Шоқан сен қарап отыр, қазір сызыласың тізімнен. Ақтөбе мені бірге бірдей, бірімізді бірден бірге. Рэпінде қазақты мен және мені қалаған үрген. Білесің бе мен тоқтамай күнде күнге өркіндеп өне өсіп беремін. Өсіп беремін. Шоқан менікі бітпей саған тыным бермеймін әрдайым. Мен шоқаннан ештеме күтпеймін, өйткені тыңдамаймын. Ақиқатты баяндаймын, жасырмаймын, ымдамаймын. Жерден алып жерге салам, просто мен шыңдамаймын ғошы. Шоқан Дайындала бер бүгін кетесің. Талайдың мен тескенмін шекесің. Братан мені халық қолдайды, оны мен білемін. Қарсы сүлеме ит аяқ жіберемін тентіретіп. Қазақи батыл, әділ өтеді деймане. Қазақи батылда Шоқан бәрін жеймане. Шоқан сен мені жейм деп менікін жеп қоймасаң болар ед. Братан ренжіме тек қоймасаң болар ед. Әділ қазылықта сенің тамыр таныстарың бар ма? Демек шанстарың бар ма? Шабыс бар онда соларға. Маған бәрібір ұтылсам да рахмет бол батылға. Батылда Шоқан мені кездесі артынан ұл туар. Менімен сінбейсің ба неміне аш Шоқан? Артты керенді маған бола тырыспайтын шығарсың жоға. Менің жаман ойым жоқ тек абыройыңның қамын ойлады кенім қосаған. Маған сенің ештеме керек емес, сен бәріңді сұлбаламын санап. Мен және менің әлемім кәне. Қолыңды жуардан кері өле. Сенің құрметіңе етасып дайындадым. Жимал жақтып демалым. Мен бірінен дейм қазақиыммен, мен діргермін мәдірумен. Менің ойымша мына әлеумен, менің әнімесі зәруден. Парақтарыңның ауыздары ашылсын күн қоямын. Уақыт келген сияқты орнымызды ауыстыратын Шоқан. Қазақи батылы тіл өтеді деймане. Қазақи батылда Шоқан бәрін жеймане. Шоқан сен мені жейм деп менікін жеп қоймасам болар ед.
болар еттек мінекіншіп қоймасаң Ассалаумағалейкум құрметті тыңдарман. Бүгін айтып беретін оқиғам әлемде қазақ репте аналогы жоқ биф трек. Лирикалық биф тректі қабыл ал қара есек. Айтпақшы қара есек, сені жазалаған жоқ па не? Кешіріңіз тыңдарман, тректің соңында түсінерсіздер. Қара кесекті не үшін жазалау керек екенін. Әзірше айтарым, бұрында мен оның егесі болғам. Екі құлағын қалқитып мініп жүретінмін. Гиннес рекорд кітабына енген ол есек шынында талант деді ғой. Айтып берейін. Қара кесек, шоқан деген егесіне қарап өсет. Нағыз рэп өсиет, флоу стиль ұрлап өсет. Кетті тарап өсек, Ақтөбеде қара есек. Қазақша рэп оқып кетіпті, таңғала берсен. Аты қара кесек, заты сараң өсек. Қора жатын төсегі жемі сабан кебек. Нәрі қатқан тезек, шөбі шыққан кезет. Көктем қыртқан кезде оны құттыртқан қысет. Сөйлесіп үйренгендіктен ол дереу міндетті түрде оқи бастады. Ақтөбелік қазақи рэппен Кашейді баш қазақтың артын жаман жалады. Кашейдің нағыз өзі Сармахам деген бала бар. Адамша аңыраумен, мойныңда қоңыраумен жасайсың батыл рэпті, қара рэп қоңырауен. Әр адам таңғалуда, ғажап қой мынау деген жануар үн қатуда. Эврика жаңа кезең, сонымен уақыт өтті, рэпті меңгер десек, және жақсы шығарады мал қорадағы есепті. Есектердің есегі боп адам қатары болды, ағымға қосылумен сарбаздар қатары толды. Бірақ ол адам емес, хайуанат қой қара есек. Лақап есімі атартынан шығатын қара кесек. Жануарға еге керек, айтпақшы неге керек? Есектерге берілмейді ғой төлқұжат, жеке документ. Сондықтан мал базарда рэпті етіп сатылымға қойылған қара кесекті мен алдым жарты мыңға. Ол міне тұр жанымда, қане кесек хат үнімді. Сармахам Кашей. Уақыттар өтіп жат, бәрі де жақсы еді. Бірақ бір қоңырау шырылдап жақсы еді. Есіктің звондады жолдастар, құрдастар. Қайтарыңыз оны деп тымластады. Негізі қара кесек сатқын екен мал қораның. Бір тауықтың зорлапты, әй балапанын. Ойбай мұндай пәлені не қыламын, не қылар ең? Алып кеттіңдер дереу деп мен қойдым тұтқаны. Іштен шыққан жау жаман деген осы. Балапанды зорлаған есегі құрсын. Кет бәле, кет қане, кет аңырама. Енді ғәрі жолама адамдарға. Осындай тым қайғылы оқиға болып кетті. Негізі өзеннен ат өтсе суды ішіп өтеді, егер есек өтсе суға түшіп өтеді дегенді бекер айтпаған екен. Ал мынандай сөйлейтін есектің бізге қажеті жоқ. Одан да оны апарып ертең алаңға өртеу керек. Қорқып кетпе енді, бұл әзіл, зіл. Айбетпе продакшн, Жақ Жалмар рекордс. Жаратқан өзі кешіре көрсін. Көптеген балағат сөздермен бір-бірімізді жеп жатырмыз. Әзіл сықақ мазақтаумен. Бұл бәрі айтыс енді жүйе қайтеміз. Күткенің осы ма деп атала. Назар аудар сен үшін бұл финал. Бұл бифнау керек боритна. Үстірі дөткір қазақ стильті. Бүкі пепуды бұлын сипна. Неге сөйткен көріма көпна. Бұдығын сипнар кезгелдейт бұл әнді. Сипала сабалақ сипала. Танымайс мені, танымасың неге құтырасың енді қатынды. Есек по бақыр балағата құтырып жоқынып жөніған бұларың нетірлі. Қайдағы батылды, қайдағы ақынды, қайда мағына құтырындық. Өшірініңді демесі өзім өшірім өзім ақлық болып атылып. Бетіңе тесілі қақырып, денеңе қапырық жағыңа жодырық. Қабаған ет болып құтырып, бәшкенің өрген айдынаны ғарине қып қызыл өтірік. Ғаламтыр батыры бөлтірік емесі қотырық. Жүзімді көргенде күлімсірейді, алаптымнан тығылып қары бетек сөйлей. Мазақтап тастады, мазап тастады, маш қазақ құстарын енді олар қайды. Шоқаннан қорыққан чизоны жинаған пұлына жер алар айдын. Солардың жалатын қара кесек қап-қара артын тоңқайтылған. Бәріңді қосып жоқ қыламыз, сөздерің үшін артық айтылған. Бұл қазақи батл, 3-ші раунд. Айтатын сөз көп, бірақ уақыт аз. 3-ші кезең қабыл алуда. Іштен шыққан жау жаман, жеміс бермейтін бау жаман. Мас күнде ойласау жаман, балық үшін ау жаман. Мен үшін немнау жаман, себепсіз жағын қайрағын. Сөздермен жағын айрат, кезгелді бейбі артыңды ойнатып. Бәріміз бірге бір бол, негізгі менің мақсатым еді.
Алдайм сені емгізетін, емдің есек кезінде істелді тұрғызып сені күзелтетін. Барып келсе, екі бөтенге өзің әкелсе, құлағыңда құлаққап орындаушысымен, құлағыңнан кіріп миыңды жарып сандырақ сыйладым қабыла. Бла-бла бұл не деген дабаса, мазақта сазапқаса, ұрысқа қарсап, тырысқан соғысқан ұқсап WhatsApp енді ептеп текстап, кешіміз қостап дегенде қойса, сенен де босат, мәсаға рұқсат береді жоға.